Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгінгі біздің сабағымыз акция, облигация, инвестиция, трейдинг жайында болады. Бірінші біз акция, облигацияны білмес бұрын, бірінші трейд деген не, трейдинг деген не, трейдер деген не, инвест деген не, соны біліп алуымыз керек. Трейд деген негізі ағылшын тілінен аударған кезде сауда деген сөзді білдіреді мағынаны. Яғни трейд деген саудаласу, сауда дегенді білдіреді. Ал трейдинг деген уже ол саудаласу болып кетеді, сауда-саттық жасау деген сөз. Ал трейдер деген сол акция, облигацияны сатумен айналысатын адам уже. Яғни акцияларды сатып алып, қымбаттаған кезде сатып, сол арқылы табыс табатын адамды трейдер деп атайды. Одан кейін инвест деген бұл инвестиция, яғни инвестиция деген өзіңіздің болашағыңызға ақша қорын жинау немесе сақтау, және де сол сақтау арқылы сол ақша қорын көбейту деген мағынаны білдіреді. Яғни трейдер деген мысалға екі түрлі трейдер бар. Біреуі сауда-саттықпен, яғни трейдингпен күніге айналысады. Яғни күніге сатып алып, жаңағындай акциялар қымбаттаған кезде сатып жіберіп, сол арқылы пайда тауып жатады. Ал енді қысқа мерзімді инвестиция бар, ұзақ мерзімді инвестиция бар. Жаңа трейдер айтып отқанымыз қысқа мерзімді инвестиция, уже ол күніге немесе араға ұзақ уақыт салмай акцияны сатып алып, тез сатып жіберіп, сол арқылы табыс тауып жатқан адам. Ал енді ұзақ мерзімді инвестиция деген ол уже болашағыңызға инвестиция жасау дегенді білдіреді. Яғни сіз уже болашағыңызға инвестиция жасайсыз. Мысалы, көбіне шетелде былай істейді. Өздерінің алып жатқан еңбек ақыларының, яғни зарплаталарының 20-30%-ын осы акцияларды сатып алу арқылы ақша жинап жатады. Қазір ол туралы тағы да тереңірек айтатын боламыз сабағымызда. Келесі айта кететін жайт акция және облигация дедік. Акция деген не, облигация деген не? Яғни акция деген латын сөзінен аударғанда қарамағына беру, рұқсат беру деген мағынаны білдіреді екен. Ал егер ережесін көретін болсақ, акционерлік қоғамды немесе кәсіпорынды дамытуға қаржы салынғанын куәландыратын және оның иесіне акционерлік қоғам пайдасының бір бөлігін дивиденд түрінде алуына құқық беретін құнды қағаз дейді. Ал облигация деген міндеттеме дегенді білдіреді екен, бағалы қағаз дейді. Иеленушінің ақшалай қаражат салғанын куәландыратын және шығарылым шарттарында басқа жайттар көзделмесе, қарызгердің иеленушіге тіркелген пайызбен қоса осы бағалы қағаздың аталуы құнын күні бұрын көрсетілген мерзімде өтелуін міндеттейді дейді. Яғни акция мен облигацияда қандай айырмашылық бар? Мысалы, бір компанияның акциясын сатып алып, егерде қымбаттаған кезде сатып жіберіп, солай табыс тауып жатсыз, ол акция болады. Мысалы, мынандай болады. Егер сол акция сатып алған компанияңыз банкротқа ұшырап, егер уже жабылып қалатын болса, банкрот болып, онда сәйкесінше ол компанияның акцияларының бағасы да 0 болады уже. Акция жоқ деген сөз. Егер компания банкрот болса, онда сіз де банкротсыз деген сөз. Ал енді облигация деген, егер бір компанияның облигациясын сатып алатын болсаңыз, онда ол компания сізге сол сатып алған облигацияңызды үстіне пайызымен ай сайын беру арқылы сізге қайтарады облигацияны. Яғни сіз мысалға облигация сатып алдыңыз, мысалға бір компанияның 10 миллион теңгеге облигациясын сатып алатын болсаңыз, ол белгілі бір уақыт ішінде, мүмкін 5 жыл, мүмкін 10 жыл дейік, ай сайын
сол сатып алған облигацияңыздың құнының үстіне процентпен қайтарады сізге ай сайын беру арқылы. Акция мен облигацияның айырмашылығы, егер де ол компания банкрот болатын болса, онда сіз сатып алған облигацияның ақшасын ол компания қандай да бір жолмен болсын сізге міндетті түрде ол ақшаны қайтарады. Яғни бір сөзбен айтқан кезде облигацияда ұйқыңыз тыныш болады. Егер акцияда ол компания банкрот болса, сіз де банкротсыз, ал облигацияда болмайсыз. Бірақ облигация көбіне жаңағыдай ұзақ мерзімге жасалады. Ал акцияны өзіңіз қай уақытта сатып аласыз, қай уақытта сатасыз, енді ол жағын өзіңіз шешесіз. Бұрындары акция қағаз түрінде болған, бумажный вариантта. Яғни акцияны сатып аласыз, ол қағаздар құнды қағаз дейді ғой. Ол құнды қағаз өздеріңізде болады, кейін сатқан кезде сатқан адамыңызға бересіз деген сияқты. Ал қазіргі таңда барлығы электронды түрде болып кетті, яғни электронды вариантта. Яғни сіз онлайн акцияларды сатып алып, сату арқылы ешқандай қағазды түрде емес, барлығы электронды түрде болады қазіргі таңда. Енді келесі айта кететін жайт, акцияларды неден сатып алады? Акцияны биржадан сатып алады. Мысалға, егер биржа супермаркет болатын болса, акция тауар. Яғни, бірақ бұл жерден андай шарт болады. Сіз тауарды тек супермаркеттің ішінен ғана сатып аласыз. Яғни, оның сыртынан ешқандай сатып алмайсыз. Яғни, бұл не деген сөз? Біз тек қана биржадан ғана акция сатып алады екенбіз. Бізде Қазақстанда екі биржа бар. Бірінші KSKZ, ал екінші Астана халықаралық қор биржасы деген. Жерден қате кетіп қалыпты. Астана халықаралық қор биржасы болады. Яғни осы екі биржа арқылы акция сатып алып сата аласыз деген сөз. Яғни, бірақ сіз брокерлік шот ашуыңыз керек ол үшін. Яғни, брокерский компаниялардан брокерлік шот ашу арқылы сол биржалардың ішінен акция сатып алып сатып айналыса аласыз, сауда саттықпен айналысасыз. Ал әлемдегі ең үлкен биржалардың бірі бірінші NASDAQ болса, екінші Нью-Йорк деген үлкен биржалар бар. Одан кейін IPO деген нәрсе бар. Initial Public Offering дегенді білдіреді. Яғни, бұл не деген сөз? Бұл компанияның инвесторларға қор биржасында еркін айналысқа түскенге дейін өз акцияларын сатып алуды ұсынуы. Көбінесе бұл жағдайда акцияларды жеңілдікпен сатып алуға болады. Содан кейін ашық нарықта сауда-саттық басталған кезде акциялардың бағасы IPO кезінде сатып алып үлгермегендердің үлкен сұранысының есебінен қатты өсуі мүмкін. Яғни, компаниялар өзінің акцияларын ең алғаш биржаға саудаға салған кезде ол IPO-ға түседі. Көбіне IPO-ға түскен кезде, ол кезде жаңағыдай брокерлік компаниялар комиссиясыз, бұл брокерлік компаниялардың комиссиясыз сатып аласыз. Яғни, брокерлік компаниялар қалай пайда табады? Брокерлік компаниялар жаңағыдай сіздің акцияларды сатып алып сатқаныңыздан комиссия белгілі бір пайыз есебінен комиссия ұстау арқылы олар пайда табады. Яғни, олардың мақсаты солай. Ал IPO-ға ең алғаш акциялар сатылымға шыққан кезде ол жерде көбіне комиссия жүрмейді.